Құрметті аналар, мен сіздерге бүгін бір әңгіме айтып бергім келіп тұр. Қазіргі таңда ЗРР, ЗПР деген сияқты диагноздар өте көбейіп жатыр. Және соның ішінде ЗПР деген ол күрделілеу түрі, баланың психикалық функциялары дұрыс дамымаған, тілі кеш шығып жатыр, балада түсінік қалыптаспай жатыр деген сияқты. Ол баланың түсінік қалыптаспағаны былай тұрмыста да өте қиын, күрделі балаға диалог байланыс орната алмайсың, бірдеңені айтсаң ол түсінбейді, жылайды, көнбейді, онымен общественный орындарда қиын болады, үйде де бір келіссөз жасауға да қиын. Ондай балаларды тек қана ата-аналар телефонмен алаңдатып, телефонмен тыныштандыра алады, және ол қайтын обратный әсерін береді, кері әсерін береді, баланың одан сайын дамуын тежейді. Былайша айтқанша, негізі енді барлығын телефоннан деп айтып жатқаны банальны көрінетін шығар, бірақ әрине телефон оған триггер болады, оны одан сайын дамуына кедергісін келтіреді. Бірақ ЗПР кезінде біз немен жұмыс жасау керекпіз, қай бағытта қалай дамыту керекпіз, сол туралы да кішігірім айтқым келеді. Негізі менің осы бағыттарда проблема болмас үшін, ЗПР-ді алдына алу үшін жасалған 10 қадам деген курсым бар. Оның ішінде түрлі бағыттарда жан-жақты қай бағыттарға мән беру керек. 10 қадам демекші, яғни 10 түрлі бағыт бар. Яғни баланың 0-ден бастап 2 жасқа дейінгі аралықта жіберіп алмау керек маңызды 10 бағыт бар. Сол бағытқа мән беру арқылы оны жай ғана үйдегі ойындар арқылы дамытып, керемет нәтижеге жеткізу болады. Соның куәсі, көз алдарыңызда өсіп жатқан менің балаларым. Мен 3 баланың анасымын. Үлкенім 12-де, одан кейін 8 жаста, кішім Мансұр 2 жастан кетті. Және Мансұр қазіргі таңда енді актуальный тема, осы Мансұрды рилстарға көбірек салып отырмын. Өйткені көз алдында дамытып, сіздердің көз алдарыңызда ойнатып дамытып жатырмын. Және оның да қазіргі таңдағы жетістіктері мен нәтижелерін өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондықтан 2 жаста біреудің баласы сөйлемей жатса, 2 жаста біреудің баласы 3 тілде сөйлеп жатыр. Мысалы, былай қарасаңыз, бәрінің де қолынан келетін мүмкіндік. Тек қана қай бағытта қалай және қай кездерде жұмыс жасау керек өте маңызды. Баланы дамытуда өзінің сенситивтік кезеңдер бар. Яғни, мысалы, 0-ден 1 жасқа дейінгі аралықта даму серпілістер бар, скачки развития. Сол скачок развития кезінде, мысалы, бірінші скачок развитияда балада не дамиды, оған не жасау керек. Екінші скачок развитияда не дамиды, оған не жасау керек деген сияқты етіп, поэтапын бәрін сол жақта түсіндірген болатынмын. Мақпал Шадай баласына ЗПР қойған кезде өте көп зерттеп жұмыстанып кеттім, және де түрлі дамыту орталықтарына апардым дейді. Қаншама бармаған жерім жоқ дейді. Ол кісілерде енді финансовый жағынан да проблема жоқ, сондықтан олар қай жерде ең күшті дейді, бағасына ештеңесіне қарамай бәріне баласын тасыған. Бірақ айтарлықтай қатты керемет результат көрген жоқ. Одан кейін ол жаңа түрлі осы туралы ақпарат жинай бастаған кезде, оның жүйелі түрде, күнделікті түрде үйде жұмыс жасағанның маңыздылығын түсіндім дейді. Және де мен де оны 10 қадамда да, жалпы Инстаграмда да қатты айтам. Негізі басқа адамнан көрі кішкентай балалар мамасымен жұмыс жасаған кезде оларға қонымды әсерлі болады, және де анасы баласының результат шығарғысы келеді шынайы түрде. Ал басқа жерге барған кезде енді ол маман жалақысын алып отыр, просто жұмысын жасау керек сияқты қарым-қатынас жасайды. Ол жерде андай бір энергетикалық түрде керемет сондай бір вибрация, сондай не жоқ та. Мысалға, анасы өзінің баласынан мықты результат көру үшін бәрін жасайды. Ол прямо қалайды, нәтижені ойлап тұрады басында. Сондықтан сол жердегі энергетика, сол жердегі бөлінетін вибрация, ол мүлдем бөлек. Бала оны сезеді, және де ана мен баланың ортасында коннект орнайды, керемет результат, керемет нәтиже болады. Біріншіден сондай. Екіншіден, бала басқа жерге барғанда бөтен адамда оларда жатырқау болуы мүмкін, сенімсіздік болуы мүмкін. Баланың ана маманға үйрену үшін, соған сенімділік қарым-қатынас орнату үшін, жүрегін ашу үшін, безопасный жаңағыдай энергетический волнаға түсу үшін оларға біраз уақыт керек. Ал анасында ондай болмайды. Анасына олар керісінше керемет жаңа мида бала жатырқап тұрса, бірдеңеден қорқып тұрса, тезірек кеткісі келіп тұрса, бұл жерден де балада развитие зонасы ол блокта тұрады. Оларда защитный зона қосылып кетеді, защитный рефлекс қосылып кетеді. Сондықтан оларда фокус, мышлениясы бәрі сол ана жерден тезірек кетудің айласы болып тұрады. Әсіресе қарасаңыздар, ЗПР балаларда түсінік болмағаннан кейін, ол жақта балаларға мысалы АФК тағы бір жерге апарған кезде әртүрлі терапияларда балаға түсіндіреді, бала оны жасай алмайды.
Сондықтан оларға мәжбүрлі түрде жылатып жасатуға тура келіп жатады ол кісілерге. Ол психикасына жақсы әсер бермейді. Сондықтан аналар, сіздер өздеріңіз дамыңыздар, өздеріңіз оқыңыздар және қай бағыттарда қалай жұмыс жасау керек екенін үйреніп алыңыздар. Сосын барып баламен үйде жұмыс жасағандарыңыз әлде қайда аз уақытта мықты керемет результат береді. Соның бір айғағы мінекі Мақпал Шадай үйде жұмыс жасаған. Және Мақпал Шадайдың өзінің историясымен, өзі сөзімен айтып берсін. Мен сіздерге осы видеодан кейін соны салатын боламын. Міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Енді мен сіздерге айтқым келеді. Балаларды біздің 10 қадам курсын аясында мен курсты ала алмай жатқан адамдарға, немесе курсты алған қыздарда келіп жатыр. Өйткені олар жаңа мен айтқан бағыттарды жүйелеп, күнделікті өмірде үйлестіріп, апта-аптаға бөліп, системно жұмыс жасауға біреуінде уақыт жоқ, біреуіне қолынан келмей жатыр. Сондықтан мен 10 қадам марафон жасаған болатынмын, марафон жасадым. Осы мына бірінші күн ойыны, мынандай ойындар ойнатасыздар, ол мынаны дамытады деген сияқты сенсорикалық әрбір жүйелердің бағытына, 10 қадамда айтатын әрбір бағытқа моторлы жоспарлау, психикалық функцияларды іске қосатын бағыттарда қалай запускать ететін ойындардың барлығын системно бір-біріне байланыстырып жасап қойған болатын. Сондықтан және осы жолы осы сол 10 қадам марафонына сенсорикалық марафонды да қосып беріп жатырмын, және де сенсорикалық практикумды қосып беріп жатырмын. Сол практикумда сіздер өзімнің кәдімгі түсіндірген, қалай ойнату керек практика жүзінде барлығын түсіндірген өте керемет сабақ бар. Соны беріп жатырмын. Және де осы тіркелу басталған күні алған қыздарға мен сенсорикалық кітапша мен рецепттер жинақ кітапшасын сыйға беріп жатырмын. Сондықтан егер үйден жұмыс жасауды үйренемін, баламмен жұмыс жасаймын, осы жылы баламды қалай да сөйлетемін, түсінігін қалай да қалыптастырамын, Мақпал Шадай сияқты ЗПР деген мүлдем алып тастаймын деп ниет қойсаңыз, онда біздің марафоннан қалып қоймаңыздар. Ал сіздердің назарларыңызға Мақпал Шадаймен өткен интервьюді ұсынамын. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Мақпал. Үш баланың анасымын, және де қазір Гүлфия екеуміз сөйлесіп отырып, өзінің историямен бөлісіп, нечаянно, сіз білмедіңіз. Менде де баламда сондай ЗПР болғанын, және де оны қалай жеңгенімізді бөлісіп бердім. Ол өзінің жаңағыдай өзін қарайтын аналарға мотивация болсын деп, мен өзінің историямен кішкене бөлісіп бергім келіп тұр. Жалпы мен бұл диагнозбен мүлде таныс емеспін, тіпті интернеттен де еш жерден көрмеген. Мен бірінші көрген кезде мен бұл нәрсені не екенін де түсінген жоқпын. Интернеттен просто Google'дан ақтарып іздедім. Ең алғаш бір жас 4 айында балам атына қарамайтынын үйде жатқанда просто түсіндім. Мен ойыма сол кезде жетті, что менің балам бір жас 4 айда ол әлі бір әріп те айтпайды, эмоциясы жоқ, оның стимдарын тура сол жерде жатып байқай бастадым. Дөңгелек айналдырып отқан, аяқтың ұшымен жүрген. В принципе, менімен мүлде контакты жоқ екенін сол кезде түсіндім. Вроде мен күледі деп өзім, кажется, просто придумывать еткен сияқтымын да осындай нәрселерді. Либо откат пошел, білмеймін. Негізі 9 айына дейін, оказывается, видеоларын кейінірек қарайсың, ақтарып қызыңмен салыстырасың деген сияқты, үлкен қызыммен. Қарасам, 9 айына дейін күліп бір нәрселер істеген, 9 айынан кейін, видимо, сондай бір откат болған, көп ауырды балама, көп укол салдық, осының әсерінен сияқты білмегем, тентек мама болғам, ауырса болды, дәрі беріп, укол салып, істей бергем. Телевизордың алдында өсті балам, телефон қарамайтын, бірақ прям таңнан қара кешке дейін ұйықтағанша телевизор қосылып тұратын. И получается, ол ешқандай звукқа реагировать етпейтін, тек телевизорге қарап осылай жүре беретін. Мен үшін ең жаманы ол нәрсенің бәрі нормальный болған. Мен естедім, ең бірінші сразу сол кезде прям звондап, жаңағыдай частный клиникаға жазылдым да, бардым. ЗПР деп қойып берді, вообще сенгім келген жоқ. Екінші жерге, үшінші жерге, бір күннің ішінде 3 жерге бардым. Кешке дейін баламмен жүрдім, күйеуім жоқ әлі жұмыста, қызым садикте. Мен өзім 2 қабаттында, уже ол кезде менің аяғым ауыр, бір 6 айлық, мен үшін вообще угроза болып тұрған. Мен уже келесін туам, мен бір балам сөйлемейді. Енді интернетте жаттым, жыладым. Бір күн менде сондай бір, как будто бір странный, мен балам үйленбейтін сияқты болып, уже сол жаққа кетіп қалғам ғой. Қалай қартаяды дегенін бәрін ойлап кеткем. Мүлде қабылдай алған жоқпын. Біреу барсам ЗПР риск, негізі 3 жасында ойлады, бірақ балаңыздың қарамайтын оның бәрі бір нәрсе. Миллион нәрсені естіп бастадым уже анау-мынау. Күнде видео көрем, ютубта аналардың өзінің историясымен делиться еткенін. Ютубта әр нәрсе көріп бастадым да, жаңағыдай бәрінің видеоларын, ақпарат көбірек алу керек сияқты болып тұрады да постоянно. Остеопатқа бір апарам, анда апарам, мында апарам, мында апарам, логопедке апарам, бәрі сол бір нәрсені твердить ете береді. Басында қабылдай алмай, кейін қабылдадық.
мен өте тревожный адаммын по жизни, да, бір шай қою керек болса қойып тастау керек оны деген сияқты. И осы тревожностьтің осы жерде қатты мне помог, потому что уже наоборот күйгелену керек екен деймін да. Қойғаршы деген нәрсе болмайды екен. Мен күйгеленетін сондай бір әдетім қатты көмектесіп кетті. Өйткені күнде басталды сол кезден бастап сүйреу. Өйткені менің ойымда сразу мен 6 айлық екіқабатпын, келесі балам туғанша менің балам мама деп айту керек деген сияқты сондай бір цель пайда болды. Обычно мы же продлеваем, да, осы бір цель қоймаймыз. И сөйлесін дей береміз, но ол қашан екенін білмейміз, да. И білмейсің ғой ол қашан екенін негізі. В принципе, просто мен жұмыс жасап бастадым деген осы кезден. Баламды коррекционный центрға апарып бердім. Прям күнде өзін таситын, сыртында отыратын, почему-то ішіне кіргізбейтін, и сыртында жылап отыратын. Осылай балам жылаған, сондай айғайлап жатқан видеоларын жібереді, ана жерде қинап. И өте қатты стресс болды. Мен 2 айдан кейін шығарып алдым. Өйткені бала басқа бір балалардың стимдарын қайталап бастады, сол жердегі ДЦП балалардың. Енді ешкімнің баласын жаман демейсің, бірақ қайталағанда вообще ауыр болды. Мысалы, қолының арқасын салып жүретін, бүйтіп істейтін бір нәрселер өзіне өзі істейді. Хотя ода ондай нәрсе жоқ негізі. Вообще страшно болды. Сосын сондай ғой, әр нәрсе іздене бересің. Алматыда бір врачқа жазыламыз, ана жақта бір врачқа. Кімді күшті дейді, соған бара бересің. Даже волшебник келіп саған сиқыр бар десе, я деп ойлайсың да, болды деп, абракадабра деу керек дейсің соны. Тәуіпке дейін апардым, кімге апармадым. Өйткені күйеуім екеуміз столько тетек болып кеттік, бәріне сенетінбіз. Бірінші кезекте ұйқысын дұрыстадық, вообще 9-да ұйықтататын болдық. Әлі күнге дейін шүкір балаларым қазір 5-те, 3-те, 1:30-да 9-да ұйықтаймыз. Таңертең 5-те тұрады, 6-та тұрады, 7-те тұрады, ерте тұрады. Екінші тамақ дұрыстадық. Тамақ дұрыстағанда мен ондай бір асқабақ қосылған бір нәрсе пісіріп ондай емес. Енді как я могла, да, мысалы мен үйге пакетированный ештеңке алмай қойдым. Вообще пакеттағы ештеңке алмаймын. Пакеттағы печенье болсын, пакеттағы агуша болсын, ештеңке алмаймыз. Просто біздің балаларымыз тек қана табиғи нәрселерді жейтін болды. Кәміскі мен жейтін макарон жейді, бірақ мен жейтін да, уже магазинский нәрсе ештеңе жемейтін болды. Біздің балаларымыз магазинге бармайды, мысалы. Ондайды білмейді, магазинге барып чупа-чупс әперші деген түсінбейді да. И вот со тамақ, ұйқы болды. Одан кейін телевизорды не то, что өшіріп тастадық, қорқамыз сонша. Телевизорды суырып, қабырғадан алып, күйеуімнің стоматологиясына апарып тастадық. То есть вообще олар прям андай дефицит қой оларда болды. Мысалы, қазірдің өзінде біреудің ана жерде мультик қосып отқан көрсе, ой, қарайды да, олар дефицит екен, олар оны көрмейді күнде. И осы нәрсе, одан кейін біздің залымыз бар, 3 бөлмелі үйде тұратынбыз. Залымызды полный құрсыншы деді, негізі Шымкенттің адамдарымыз, Шымкентте андай жақсы қонақ күтіп анау еще үйге ешкім келген жоқ. Сол күннен бастап біз решились прям и зал комнатаны полный игровой, андай астынан еңбектеп жүретін, секіретін, баланы аяғымен жүретін сондай нәрселерге арнап тастадық. Интеграция кабинеті. Ол нәрселерді мен сторисімде өзі отырдым, бірақ мен баламда диагноз бар екен, ешкім білмейді, түсінбейді да бәрі. И полный кабинет болды реально. Күнде кірем, прям заниматься етем. Таңертең тұрамыз, завтрагын берем. Завтрак ішіп отқанда обязательно бала бір орында отырады ғой, стульчигінде. Жануарлар көрсетем, аю, қоян, бір нәрсе, олардың звуктарын бәрін айтып отырамын. Ең бірінші кезекте отырып тамақ беруді үйреттім. Полный шашып тастайтын, үстін бәрін шомылдыратын, әр тамақ жеген сайын. То есть, получается, включенная мамаға айналдым. Оған дейін ондайды көрмеген. Қызым білмеймін қалай өскен әйтеуір. А мынада уже мамам да. И получается, одан кейін получается, ложка үйрету. Мен заниматься еткенім. На самом деле, мынадай ғой. Ең мықты логопед кім? Мамасы. Ең мықты специалист кім? Мамасы. Получается, мамасы просто надо научиться. Мен анда ойын деген миллиард атасын алғам, орыстардан, қазақтардан, я. И ойындарды просто қайталайтын. Атына қарау менің бір ағайымды алды. Білмеймін, фантастика. Кейбіреулер бүйтіп құнсыздандыра салады да. Сен балаң ондай болмаған, әшейін еркелік. Сен дайындалған соң бір нәрсе болған, хотя миллион врачтың қойып берген диагнозынан да көз келмейді. Ол жерде менің миллион жұмысым тұр да. Таңертең тұрам, я көзіме странный очки киіп алам, басыма мынандай нәрсе киіп алам, Додо пиццаның нәрсесін, я. Амир деп қараймын, ол маған қарайды ғой странный заттарға. Сөйтіп атына қараса, қол жапалақтап, оның бәрі ойын ғой. Арқасынан жүгіріп бара жатасың, тоқтап қаласың, ол сені қарап замечать ету керек. Миллион ойындарды мен просто логопед емеспін ғой, бәрін үйрендім. Бірінші пониманиемен жұмыс істеу керек, балаға көп сөйлемеу керек. Мысалы, деп осындай қазақи тілмен сөйлемеу керек та. 3-ақ сөз айтатын болды. Амир жүр, Амир отыр, Амир тамақ. Осындай, Амир дала деп ше, осындай. И ол мені түсіне бастады бір кезде уже. Түсініп қалыптаса бастады. Ат сөйледі, 3 жасына жақын только сөйледі. Бірінші атына қарап түсінетін болды. Мама, папа деген айтатын болды. А қазір уже сөйлеп бастады, 3 жас, 3 ай. Полностью ЗПР диагнозын алып тастады. Жоқ, оны алып тастады еще 2 жастан асқан кезде. 2 жас 2 ай, 2 жас 3 айда
бір врачқа бардық, сол алып тастады. Қайттан мен сенбейтін адам екі врачқа бардым тағы. Иә. Еще астанаға келген соң да қоймадым. 3 жасқа уже жақында қалғанбыз. Әлі барам да. Психолог бір нәрсе, шыр нәрсе. Неге өйткені? Білмеймін, удостовериться ету. Для себя ақша бар ғой, барып көрейінші деген сияқты. Бір консультациясын ала салайын деген сияқты. Осындай. Өйткені мен естідім, что ЗПР бар ма, ол кет қалды деген өтірік. Ол бәрібір остается, и сен оған настолько прям не деп айтады, сенімді болмайсың, что ол сөйледі, есеп шығарады, өлең айтады, билейді. Оған дейін жұмыс істеу керекпін деп шештім да, вот для себя осы нәрсені. Вот. Сіз сонда өзіңіздің еңбегіңізбен үйдегі жүйелі жұмысыңыздың арқасында полностью ЗПР-ді жеңген анасыз. Вообще керемет. Мен специалист ретінде сізге өте қатты риза болып отырмын. Ана ретінде үй жағдайында осы диагнозды алу. Өйткені ЗРР еще легкий. Оны жеңу әлдеқайда оңайырақ. А ЗПР кішкене күрделі. Ол психикалық жүйелер, когнитивті жүйелердің барлығын іске қосып жұмыс жасау керек. Оған неше түрлі әрекеттер жасау керек. Сіз соның барлығын өзіңіз жасап, үй жағдайында жеңіп шыққан ана ретінде мен сізге өте қатты ризамын, басымды иемін, және де басқа да аналарға мотивация болсын деп айтып отырмын. Супер. Рахмет көп-көп.